Астанадан сөйлеп тұрмыз, армысыздар. 24 KZ арнасында Астана бағдарламасы. Әр аптаның 5 күні 5 минут елордамыздың тыныс тіршілігімен таныс болуға шақырамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Бабалар салт дәстүрі жаңғырып келеді. Балалар ұлттық әшекей бұйымдарға қызығушылық танытады. Зергерлік бұйымдар сан үшін ғана емес, қорғаныс ретінде қолданылып жүр. Осы және өзге де ақпараттар арнамыздан алыстамаңыздар. Астана опера театры билетті сатудың электрондық жүйесін іске қосты. Билеттер саудаға билеттік операторы biletbar.kz арқылы түседі. Билетті сату жөніндегі виджет театрдың сайтында орналасады. Кассадан және ғаламтор арқылы сатып алынған билеттердің бағасы бірдей. Билет айырбасталмайды және кері қабылданбайды. Смартфоны және планшеттік құрылысы бар адамға билетті басып шығарудың қажеті жоқ. Себебі енді электрондық билет опциясы іске қосылды. Шараға келер алдында QR кодты гаджетке сақтау керек. Кірерде соны билеттің орнына көрсете аласыз. Салық төлеуден жалтарып жүргендер белгілі болды. Астаналық салық департаментінің қызметкерлері қаладағы ірі базарлардың бірінде тексеру жүргізіп, салық төлеушінің бюджетке тиісті 1 миллиард теңгеден артық салықты төлемеу фактісін анықтады. Салық төлеуші бюджетке төленуге тиісті салықтың көлемін неғұрлым азайту мақсатында өз шығындарын негізсіз шарықтатып салықтан жалтарған. Бақылау жұмыстары одан әрі жалғасады. Қазақтың ұлттық әшекей бұйымдары сән үшін тағылып қоймай, қорғаныс қызметінде атқарған. Ертеде әшекейді жаңа туған нәресте шағынан бастап таққан. Бұл тіл көзден сақтайды деген ырымның бір түрі. Олар қызыл таспен әшекейленген күмістен жасалып, жаңа туған нәрестенің тақиясына немесе аяқ қолдарына тағылған. Халық қызыл түсті тас бақыт пен шаттыға келеді деп сенгендіктен көптеген әшекейлерді осы тастың түрі кездеседі. Көз тиюден сақтану үшін 2-3 жасқа толғанда қыз балалардың құлағына осы мержует тастардан жасалған сырға және қолдарына шақшақ құс бейнеленген білезіктер таққан. Кейінен жасы ұлғая келе қыздар асыл тастармен көмкерілген салбырап тұратын сырғаларға ауысқан. Өзім бала күнімнен ұлттық нақыштағы зергерлік бұйымдарға өспін. Терең мағынасын ұқпасам да, сәнді дүниеге қызығушылығым артпаса басылмайтын. Қазақ қызы қанша дегенмен қылықты ғой. Мінез құлқымызды қалыптастыруда осы зергерлік бұйымдардың да үлесі бар деп ойлаймын. Шеберлер балалар мен жасөспірімдерге арналған бұйымдарды қазақ зергерлік өнерінің бар қадір қасиетін қолдана отырып жасады. Бұл әшекейлер декор элементтері ғана емес, сондай-ақ жас ұрпаққа көшпенділердің тұрмыс тіршілігін әңгімелейді. Ата-бабаларымыздан бізге құпия белгілер қалған: шиыршықтар, иректер және өрнектер. Аңыздардың біреуі бойынша бұл символдардың жиынтығы бәле жаладан сақтап, адамға қорған болады. Бұл белгілер балалардың бұйымдарында жиі кездеседі. Зергерлік бұйымдарды жасауда қандай да бір пайда көздегенім жоқ. Қыздарым қызығушылық танытатын. Үлкен болса да, қолайсыз болса да, тағуға әуестенетін. Содан оларға қорған болатын, жайсаң мінез қалыптастыратын шолпы, білезік дайындадым. Ойласам, бабалар аманатында үлкен мән бар екен. Зергерлеріміз өз жұмыстарына күмісті қолданып келетті. Күмістің жылтыры мен түсі айдың жарығына баланды. Олардың ойынша бос ғаламшар мен күміс бір-бірімен тығыз байланысты. Металды түнгі жарықтың бір бөлігі ретінде қабылдап, оған түрліше құдіретті қасиет берді. Баланы шомылдырғанда суға күміс теңге мен күміс сақина тастап, баланың күні күмістей жарық болсын деуі тегіннен тегін емес. Мысалы, үлкен қызым ер балаша, ерсі жүгіретін еді. Қазір бұрымына шашпау тағат қылықты қыз болып өсіп келеді. Қолында ерекше нәзік жуады. Білезігіне де ерекше күтіммен қарайды. Балаларға арналған зергерлік бұйымдарды дайындауда арнайы шеберлік сағатын тегін өткіздім. Сондағы мақсатым білгенімді кейінгі жастарымызға дәріптегім келеді. Білгенімізді бөлісе жүрсек, ұрпағымыз ұлықты боларына сенім мол. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Айтар ұсыныс тілектеріңіз болса, редакциямызға қоңырау шалыңыздар. Әр аптаның 5 күні 5 минут Астана жаңалықтармен таныса жүріңіздер. Эфирде жүздескенше.